Сұрақ жауап айдары бізге ең көп кездесетін сұрақтардың бірі бұл: неге біз дәрі ішеміз, бірақ саумыз деп айта алмаймыз дейді. Ағзада өйткені токсин, стресс, ұйқысыздық, уланған жасушалар бар, тамыры сол жерде. Екінші сұрақ: неліктен қазіргі адам тез қартаяды, шаршайды, энергия жетіспейді? Өйткені жасуша тұншыққан, оттегі жетіспейді, қан айналым бұзылған. Үшінші сұрақ: иммунитет неге әлсіреп кете береді? Өйткені экология, уланған тағам, химия, стресс, ұйқының бұзылуы тікелей әсері бар. Төртінші сұрақ: қатерлі аурулар неге көбейіп барады? Қазіргі таңда өте көп. Өйткені ДНК деңгейінде бұзылыс, оттар мен еркін радикалдардың әсерінен. Бесінші сұрақ: таза су мен табиғи тамақтың тапшылығы ағзаға қалай әсер етеді? Минерал жетіспеушілігі, ішкі теңгерімнің бұзылуы. Алтыншы сұрақ: денсаулық генетика ма, әлде өмір салты ма? 90% өмір салты, тек 10% генетика екенін түсіндіру өте маңызды. Және жетінші сұрақ: тазаланбай емделу мүмкін бе? Әрине жоқ. Себебі ағза уланған кезде ешқандай дәрі-дәрумен, тіпті емнің өзі толық әсер етпейді. Өйткені жасуша бітелген, дем алмайды, ал өмір дәл сол жерде тоқтап тұр.